Қазмедприбор басшысы біздің компания туралы жалған ақпарат берген мекемемен соттасуға мәжбүрміз. Жуырда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қасиетті өңір Түркістан облысына барған болатын. Осы сапарында президент аймақтың түрлі әлеуметтік өндірістік нысандары мен рухани орталықтардың жұмысымен танысты. Атқарылып жатқан шаруаларға оң бағасын беріп, өңір жұртшылығымен кездескені ақпарат құралдарында жарияланды. Айтайын дегеніміз бұл емес. Осы сапар барысында нақтыланбаған, жалған ақпарат жарияланып, жергілікті кәсіпкерді аң-таң еткені еді. Сонымен таратып айтар болсақ, президент аралаған кәсіпорындардың бірі білім беру мекемелеріне арналған жиһаз шығаратын Ақниет холдинг мекемесі болды. Бір қызығы, осы мекемемен Қазмедприбор компаниясы бірлесіп, медицина ұйымдарына арналған материалдар шығарыптымыз. Жарияланған ақпараттың толық мәтіні мынадай. Соңғы 3 жылда компания 50-ге жуық мектепті жабдықталған. Мұнда жайлы мектеп стандарттарына сай жиһаздар Қазмедприбор компаниясымен бірлесіп, медицина мекемелеріне арналған жабдықтар жасалады делінген ақпаратты хабарламада. Ал бұл жалған деректер мемлекет басшысының ресми сайты aqorda.kz және жергілікті әкімдіктің ақпарат құралдары мен медиа ресурстарына сол сәтте тарап кеткен. Ал Қазмедприбор компаниясының басшылығы Ақниет холдинг мекемесімен медицина ұйымдарына арналған жабдықтар жасамағанын айтып редакцияға шыққан. Біз өзіміз оны үлкен сайттың бетінен оққан кезде таң қалдық. Бізбен бірлесіп жұмыс істейміз деп соғыпты. Біздің компанияның атына беделіне нұқсан келтірді сөйтіп. Қоя салатындай нәрсе емес қой енді. Алда сотқа беріп, өтемақы талап етуіміз де мүмкін. Қазір осы жағын заңгерлермен ақылдасып жатырмыз делінген мекеме басшысы Әсел Тұрғанбекованың ақпаратты хабарламасында. Осылайша компания директоры бұл істі соңына дейін жеткізіп, жалған ақпарат таратқан мекемемен құқықтық негізде есеп айырысатынын айтты. Ал заңгер отставкадағы аға әділет кеңесшісі Дастан Дәулетияров бизнес субъектілеріне көрнеу жалған ақпарат таратқан үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 274 бабы нормалары құзыретті органдармен және сот билігімен қолданылуы мүмкін дегенді айтады. Осы нормаға сай, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтіру қаупін төндіретін көрнеу жалған ақпарат тарату 1000 айлық есептік көрсеткіштен бастап 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазалануы мүмкін. Айтпақшы, Қазмедприбор компаниясының басшылығы жоғарыдағы ақпаратты таратқан бұқаралық ақпарат құралдарына материалдарды терістеуі, опровержение беру керек деген талап қойып отыр.